Одан кейін бауырлар, мынандай да сөз бар. Баламызға Мұхаммед деп ат қояйын десек, қиын ғой, өйткені ол кісінің аты айтылған кезде салауат айту керек қой деген сөз бар бізде. Осыны дұрыс түсініп алғанымыз жақсы шығар. Қараңыз, балаңыздың аты Мұхаммед болатын болса, сіз оны әрдайым шақырған сайын салауат айту міндет емес. Салауат айту қай уақытта міндет болады? Тақырып пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жайлы болған кезде. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайлы айтып жатқан кезде Мұхаммед деп аты айтылса да саллаллаху алейхи вассалам салауат айту міндет болады. Аты аталмай-ақ Алланың елшісі деп айтса да сізге айту, тақырып сол жайлы екенін түсініп отырсыз ба, сізге салауат айту міндет болады. Не болмаса пайғамбарымыз деп айтылды ма, аты айтылмай-ақ, онда салауат айту міндет болады. Саллаллаху алейхи вассалам. Не үшін? Өйткені Алла Тағала Құр'ан-и Каримде айтады: Бисмилла, инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алян наби. Расында Алла Тағала және періштелер пайғамбарға салауат айтады. Я айюхаллазина аману, ей Аллаға иман келтіргендер, саллу алейхи ва саллиму таслима. Сендер де өз пайғамбарларына салауат айтыңдар, және көркем сәлем жолдаңдар деген нәрсе. Бұл бізге салауат айтудың міндет екенін білдіртеді. Және Жибрил Амин алейхиссаламның да айтқан нәрсесі бар. Қысқартып айтайын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рет амин деді деген нәрсе бар ғой. Соның біреуінде сенің атың айтылған кезде салауат айтпаған адам қор болсын деген сөз бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам амин деп айтқан. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сөзі бар: менің атым айтылған кезде салауат айтпаған адам жер бетінде ең сараң адам дейді. Бұны не үшін айтып жатырмын бауырлар? Салауат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аты айтылған кезде салауат айтудың қандай маңызды екенін айтқым келеді. Ал енді күнәміз онсыз да көп кезде өзімізге, мойнымызға жүкті көбейтпейік, ауырлатпайық дінді. Әр қазақ Мұхаммедтің аты айтылған кезде салауат айту міндет болса, күнәміз одан да бетер көбейіп кетейін деп тұр ғой. Сол үшін дұрыс түсінейік. Қазақ адам Мұхаммед болса аты, мейлі өзбек, оны айтқан кезде салауат айту міндет болмайды. Түсіндіре алдым ба жігіттер?